Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Сабақтың мақсаты мәтінді мұқият тыңдап, сұрақтарға жауап беру. Бағалау критерийі мәтінді мұқият тыңдап, сұрақтарға жауап береді. Қазір балалар бірінші тапсырманы орындаймыз. Мәтінді оқы, суды үнемдеудің ережесін дайында. Сусыз бақша, ағаштар, гүлдер қурайды. Су бізге өмір сыйлайды. Адамдар тұщы суды пайдаланады. Әлемде тұщы су аз, ащы су көп. Біз тұщы суды үнемдейміз. Суды босқа төкпейміз. Суға қоқыс тастамаймыз. Табиғатты ренжітуге болмайды. Без воды высыхают деревья, сад и цветы. Вода нам дарит жизнь. Люди пользуются пресной водой. На земле пресной воды мало, а соленой воды много. Мы экономим пресную воду. Воду зря не разливаем, не загрязняем воду. Нельзя обижать природу. Балалар, осы мәтін бойынша суды үнемдеудің ережесін дайындап жазамыз. Келесі тапсырма, екінші тапсырма. Не, қандай, қайтеді деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді бөлек-бөлек жаз. Ребята, здесь вы должны написать в 3 столбика слова, которые отвечают в первый столбик, слова, которые отвечают на вопрос «не», во второй столбик слова, которые отвечают на вопрос «қандай», третий столбик слова, которые отвечают на вопрос «қайтеді». Первый столбик «не», что, өзен, дұрыс. Келесі «қандай», какой, тұщы, пресная. Третий столбик қайтеді, что делает, қопсытады, разрыхляет и так далее. Төртінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Сұрақтарды пайдаланып диалог құрыңдар. Ребята, используя данные вопросы, нужно составить диалог, ответить на вопросы. Иди суды неге пайдаланасың? Для чего ты дома используешь воду? Екінші сұрақ. Сен суды қалай үнемдейсің? Как ты экономишь воду? Үшінші сұрақ. Үйде қандай суды пайдаланасың? Тазартылған су, әлде ағын су ма? Дома какую ты воду используешь? Фильтрованную или проточную? Келесі. Сенде аквариум бар ма? Есть ли у тебя аквариум? Сен үйде аквариумдағы балықты ұстағың келе ме? Хочешь ли, чтобы у тебя был аквариум с рыбками? Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.